Армысыздар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырып қант жеуден бас тартсаңыз қандай жақсы өзгерістер болады. Сондықтан видеоны аяғына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басыңыз, тіркеліңіз, коммент жазыңыз. Және де елмен бөлісіп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Басқа видеоларды көру үшін. Тазартылған қант табиғатта жоқ бөлім. Эндокринологтар егер адамдар мәзірін оны мүлдем алып тастаса, онда 2 күннен кейін өздерін жақсы сезінер еді дейді. Қант жеуден бас тартқан жағдайда денсаулыққа қандай жақсы өзгерістер болатын жайлы ақпарат ұсынамыз. Қант тек шоколад пен тортта ғана болмайды. Сонымен қатар кетчуп, шұжықтар, сүт қосылған нан, тағы басқа тағамдарда кездеседі. Қант өте зиян деп айту да дұрыс емес. Өйткені глюкоза миға, бұлшықеттерге, қан айналым жүйесіне қажет. Ол ләззат гормондарының серотонин мен допаминнің өндірісін жақсартып, көңіл күйді көтереді. Алайда қант тек кондитерлік өнімдерде емес, жеміс-жидек, көкөністерде болады. Әрине, тәттіден бірден бас тарту оңай емес. Қант қолданысын азайтуды күнделікті әдетке айналдырған жөн. Таңертең кофе ішкенді ұнататындар қантты дашында, корица мен мускат жаңғағы немесе кардамон секілді дәмдеуіштермен алмастырылады. Тәттіге құмартып тұрсаңыз, қызылша, асқабақ, сәбіз және жаңа піскен жемістерді жеуге болады. Егер сіз қанттан бас тартсаңыз, қандай өзгерістер болар еді? Енді соған келейік. Егер сіз қанттан бас тартсаңыз, 2 күннен кейін ас қорыту және ішек жұмыс жақсарады. Көңіл күйіңіз бір қалыпқа түседі. Өйткені бұрын глюкозаны ретсіз қолданғандықтан инсулин күрт көтеріліп, мазасыздан ашулана беретінсіз. 7 күннен кейін терінің өңі кіре бастайды. Ұйқы жақсарады. Өйткені қант ұйқысыздықты тудыратын стресс гормоны кортизолдың пайда болуына әсер етеді. Енді сіз ерте жатып, жайлы ұйықтайсыз. 10 күннен кейін сіз артық күш жұмсамай-ақ 1-2 килограммға арықтайсыз. Себебі ағзадағы қанттың әсерінен сұйықтық сақталады. Егер сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, төмендейді. 1 айдан кейін 3-4 килограмм салмақтан арыласыз, жақсы ұйықтайсыз. Қан тұтынып жүргенде жасуша аралық ақпарат алмасы қиындайтын еді, енді жалпы мидың белсенділігі жақсарады. Гормоналды фон қалпына келеді, иммунитет жақсарады. Қанттан бас тартсаңыз, денсаулығыңызға нығайып, жақсы өзгерістер бола бастайды. Сондықтан тәттіге әуес болмай, оның орнына жеміс-жидек, көкөністер жегеніңіз дұрыс. Мынау видео ұнаса, тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, және де поделиться батырмасын басып елден болыңыз, қоңыршаны басуды да ұмытпаңыз. Бар болайық, бай болайық, бәрінен бұрын денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық. Ағайын, жақсы күндерде жолыққанша бізден жақсы контенттер